Саламатсыздар ма 8 сынып оқушылары? 10 есепті түсіндіретін боламын. Тапсырмасы көрсетілген амалды орындаңдар. Оқушылар мұндағы y минус x-ті мұндағы x минус y болатындай етіп бірдей етіп аламыз. Ол үшін x минус y-тің өзін жазып аламыз. Мұндағы екеуінің орнын ауыстыру үшін мұндағы таңбаны өзгертеміз, яғни минус етіп қоямыз. Сонда x минус y болады. Бөлімдері бірдей болды. Сонда алымдарын мұндағы амалға қарап қосып немесе азайтамыз. Сонда x минус y үстінде x минус y болады. Екеуін бір-біріне бөліп болсақ, бір болады. Енді мұнда бізде бөлімдері бірдей екен, а екен. Не істейміз? Алымдарын мұндағы амалдарға қарап қосып және азайтамыз. 2x қосылған 1, қосылған 3x қосылған 1, азайтылған x қосылған 2 болады. А-ның өзін жазып аламыз. 2x, 3x, минус x, сонда 5x, 4x болады. Мұнда 1, 1, 2, 4 болады. Бұл осылай қалады. 4x қосылған 4 бөлінген а болады. Енді мұнда ортақ бөлме келтіреміз. Ортақ бөлімі 36. 12 мен 18 ортақ бөлімі 36 болды. m мен n-ің ортақ бөлімі mn болады. 36 mn-ді бөлеміз 12 m-ге 3n болады. Мұнда 2m беріледі. Сонда көбейтетін болсақ 3an минус 2bm болады. Мінекей осылай қалады. Келесі төртінші есепте 3 пен 21 қысқарады. Мұнда 7 болады. Мұнда 1 болады. 4 пен 10 қысқарады. Екеуі 2 деген санға бөлінеді. Мұнда 2 болады. Мұнда 5 болады. Мұндағы m-дер n, x, y барлығы қысқарады. Мұнда қазір мен жазайын десем, оқушылар сәл түсініксіз болып қалуы мүмкін. Қысқарған кездегі қалғанын жазып шығайын. Мұнда бізде сандардан 1 көбейтілген 5, 5 қалды. Екеуі көбейтіліп 5 болады. Мұндағы x, мұндағы x-тің біреуімен қысқарады. X-тер толық жоқ болып кетеді. Y пен y кетеді. Сонда мұнда бізде m квадрат, n квадрат, мұнда mn екен. Сонда 5mn қалады үстінде. 2 көбейтеміз 7-ні 14 болады. Мұнда mn толық кетті. Мұнда x-тің біреу кетті. X-тің біреу қалады. Y толық кеткен. Енді келесіде минус 18a квадрат b квадрат 5pq-дің өзі жазылады. Мұндағы бөлуді көбейту деп алып, бөлшектің алым мен бөлімінің орнын ауыстырамыз. Сонда 6ab үстінде 5p квадрат q квадрат тең минус 18 бен 6 қысқарады. Мұнда 1, мұнда 3 болады. Мұнда a квадрат, b квадрат қалады. Мұнда ab қысарып кетеді. Мұндағы 5 кетеді. Сонда бізде үстінде қалады 3ab pq, ал астында 1-дің өзі қалады екен. Сонда тең болады 3 минус 3ab pq. Енді келесі 6-шы тапсырмасы. Ортақ көбейткіш жашынан сыртына шығарамыз. Мұнда бізде екеуінде де y бар екен. Y-ті жашынан сыртына шығарайық. Жашынан ішінде қалады x квадрат минус 4y квадрат. Бөлімі сойге жазылады. Көбейтілген. Мұнда y x квадраттың өзі де сойге жазылады.
Мұнда бізде екеуінде де x бар екен, жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда жақшаның ішінде қалады x минус 2y. Енді оқушылар, мұнда бізде y квадрат мынамен кетеді. Мұнда бізде x квадрат мына x пен кетеді. Оны жазбай қоямыз. Қысқарып кетеді. Сонда бізде мынау қалады. Жақшаның ішінде өрнек қалады. X квадрат минус 4y квадрат. Оны біз a квадрат минус b квадрат деген қысқаша көбейту формуласына саламыз. Сонда x минус 2y, яғни a минус b, a плюс b деген формулаға түседі. X плюс 2y болады. Ал астында 3x минус 2y қалады. Сонда бізде мынау жақшаның ішінде өрнекпен мынамен қысқарады. Қалады x қосылған 2y бөлінген 3 қалады. Келесі 11-ші есеп, көп мүшені көбейткіштерге жіктеңдер. Оқушылар, мұнда бізде барлығында 2 деген сан бар екен. 2-ні жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда бізде қалады a квадрат минус 2ab қосылған b квадрат қалады. Мына оқушылар, бізде a квадрат минус 2ab қосылған b квадрат дегеніміз екі өрнектің айырымының квадраты деген формулаға түседі. Сонда 2, мұнда біз екі шеткі мүшелерін квадратсыз аламыз. a минус b-ның квадраты болады. Мінеки осылай қалады. Енді мұнда x квадрат минус y квадрат a квадрат минус b квадрат деген формулаға түседі. Ол ашылады a минус b, a плюс b болып, яғни x минус y, x плюс y болып ашылады. Мұнда x қосылған y, екеуін бір жақша аламыз. Мұнда x азайтылған y, мына алдында 1 бар деген сөз, қосылған 1 деп аламыз. Мінеки осылай қалады. Енді мұнда барлығында 5 деген сан бар. 5-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда m квадрат плюс 4mn плюс 4n болады. Мұнда бізде квадрат бар екен, бәсе 4n квадрат. 5-тің өзін жазып аламыз. Мынау бізде қысқаша көбейту формуласына түседі, яғни екі өрнектің қосындысының квадраты деген формулаға түседі. Сонда мұндағы екі мүшесін квадратсыз аламыз. Сонда m қосылған 2n-ның квадраты деп аламыз. Келесі 4-ші есепте мұнда бізде екеуінде де x квадрат бар екен. X квадратты жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда мұнда бізде қалады x қосылған y. Азайту, мұнда бізде y квадрат бар екен. Жақшаның сыртына шығады. Жақшаның ішінде қалады x. Мұнда бізде минус таңбасы шығып кеткен екен. Мұнда біз плюс деп аламыз. Плюс y. Сонда x квадрат минус y квадратты бір жақша аламыз. Келесі жақшаның ішінде мына бірдейлер алынады. X қосылған y алынады. Дәл осылай қалдырсақ болады, немесе ары қарай мынаны ашып жазсаңда да болады. Ашып жазып көрейік. Мынау бізде a квадрат минус b квадрат деген формулаға түседі. X минус y, x плюс y болады. Көбейтеміз x қосылған y-ті. Енді ары қарай x қосылған y-тен бізде екеу екен. X қосылған y-тен екеу екен. Көбейтеміз x азайтылған y-ті. Мінеки осылай қалдырсаңдар болады. Келесі 5-ші есепте a минус b-ның кубы дегенді сойып жазамыз. Мұндағы минус 3-тің өзін жазамыз да. a квадрат минус b квадратты a минус b, a плюс b деп ашамыз. Енді оқушылар, мұнда бізде a минус b-дан 3 екен. Оны былай алайық. a минус b, біреуін бөлек алайық. Екеуін тағы бөлек алайық. Мына 3 болып тұр ғой. Біреуін бөлек алдық. a минус b-ның екеуін бөлек алды. Сонда екеуін қосқан кезде былай мінеки 3 болады. Минус 3a қосылған b деп аламыз. Оқушылар, мұнда бізде a минус b-ны мінеки осылай жаздық. Бірдесін жазып кете салайық. Мұндағы a минус b мен a минус b бөлек кетеді. Сонда мұндағы
екеуі мұнда қалады. И мына жердегі 3а қосылған б бір жақша қалынады. Енді былай жазсақ болады. А минус б-ның өзін жазып аламыз. Енді а минус б-ның квадраты екі өрнектің айырымының квадратын ашамыз. Яғни ол ашылады. А квадрат минус 2аб қосылған б квадрат болып ашылады. Енді мұндағы екеуін көбейтіп жазсақ та болады. Минус 3а минус 3б болады. Мінекей бір жақша алынады. Оқушылар, келесі 6-шы есепте м қосылған n-ның кубын жаңағыдай, мынау 5-інші есептегідей м қосылған n және м қосылған n-ның квадраты деп алсақ болады. Сонда мұндағы квадрат екеуі бірдей болғандықтан бөлек жақшаға алынады. Яғни м қосылған n-ның квадраты бөлек жақшаға алынады. Сонда бізде қалады келесі жақшада м қосылған n біреу қалды ғой. И мына жерде минус n қалады. Енді оқушылар, мұндағы плюс n мен минус n екеуі қысқарады. Сонда бізде қалады м қосылған n-ның квадраты көбейтілген м қалады. Мынау өзі қалады. Келесі 12-ші есепте y тең x-тен 2 функциясының графигін салыңдар. Мұндағы берген а, б, с және д нүктелерінің қайсысы осы графиктің бойында жатады? Оқушылар, графикті салу үшін ең алдымен таблица құрып аламыз. Минус 2, минус 1, 1 және 2 деген сандарды аламыз. Мұндағы 2 деген санға бөлінетін дейді. Сонда бізде y тең болады екен минус 1, минус 2, 2 және 1-ге. Енді осы нүктелерді координаталық жазықтыққа белгілейтін болсақ, мінекей минус 2-де 1, минус 1-де минус 2, 1-де 2 және 2-де 1 деген нүктелер шығады. Осы нүктелерді қосатын болсақ, бізде мінекей осындай график шыға келеді. Енді берілген нүктелер графиктің бойында жата ма жатпай ма соны анықтау үшін тексереміз. Бізде а нүктесінің координатасы 2-де 1 екен. Мінекей 2-де 1. Мұнда мінекей бізде а нүктесі орналасқан. Келесі б нүктесінің координатасы 2-де минус 1 екен. 2-де минус 1. Мінекей мұнда орналасқан б нүктесі. Енді келесі с нүктесінің координатасы 1-де 2. 1-де 2 мінекей мұнда орналасқан. Ал д нүктесінің координатасы 4-де 2 мінекей 4-де 2 мұнда орналасқан. Мінекей өздерін көріп тұрғандай графиктің бойында мінекей а және с нүктесі орналасқан екен. Яғни жатыр екен. Нүктелері графиктің бойында жатады деп алсақ болады. Мен қысқаша жатады деп алсайын. Оқушылар, түсінбеген сұрақтарым болса пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Сау болыңдар.